балаларга 12 жастан бастап көрүүгө рұқсат берилген фильм. Бейжің шығыс шұғыласы Шыңтың серіктестігі ұсынады. Сценарийін жазған Хаспагын. Режиссері Шүй Шаомин. Композиторы Ло Жан. Қоюшы суретші Чың Зыжың. Операторы Гуан Жян Шиюн. Продюсері Шың Ло Сон. Басты рөлдерде Ху Жин, Юй Шман, Басын, Юй Ляуэй, Танго Чан, Хас Гауа, Цай Уэн Ян, Жаң Жинда, Хуан Жан Чун және басқалары. Құбылай хан. 8-ші бөлім. Апа, бұлай істеген өте қауіпті емес пе? Бұл хан ордасы ғой. Қаған болғын келеді ғой. Апаң жолындағы кедергілерді тазартуда. Бірақ, бір бәлеге ұрынып жүрмейміз бе? Ақымағым-ау, оңай ол жағайда. Осыны да түсінбейсің бе? Ертең тек менің қабағыма қарап әрекет етсең болды. Іс біткен соң, Төлей әулетінен бірде-бірі аман қалмас. Шыға тұрыңдар. Қарт сардар, бұндай шарап тек хандарға арналған. Аузыңыздың салымы бар екен. Дәмді ме екен? Асқыр ханымға алғысым шексіз. Қарт сардар, атам сіздерге қатты сенуші еді. Баяғыда бізді ордадан шығарып жіберіп сіздерге не туралы айтушы еді? Айтыңыз? Ханзада, Шыңғыс ханның ертедегі ерліктері жайлы білгін келсе айтып берейін. 3 күн, 3 түн айтсам да бітпес. Сен естіп көрмеген шығарсың. Иә. Қарт сардар, бүгін мұнда сырт адам жоқ, күзетшілер де жоқ. Айта беріңіз. Тақсыр ханым, оның бәрі алып қашпа әңгіме ғой. Оған сеніп қайтесіз. Хан, бұл дастарханды арнайы сіз үшін жайып отыр. Ханды сыйламағаныңыз ба? Ханым, мен шынымен ештеңе білмеймін. Бақырыңызды қинамаңыз. Жарайды, сізге тағы бір тостақ ұсынайын. Ойланып көруіңізді сұраймын. Рахмет ханым. Хан әке, абайлаңыз! Жендет! Келіңдер, ханды қорғаңдар. Жендетті ұстаңдар. Ештеңе болған жоқ па? Тез, қуыңдар! Қуыңдар! Тоқта!
Аңдадық, алып келіңдер. Бол, кес. Жүр, бас аяғыңда. Бас. Хан ием, жендет осында. Үкімін айтыңыз. Айтыңыз. Ханға қастандық жасамақ болдың. Күнәңді білесің бе? Жүрек жұтқан. Ажалың жеткенін білесің бе? Бұның қылмысы ауыр. Аяуға болмайды. Дұрыс. Дарғасу керек. Басыңды көтер. Ханым мені құтқарыңыз. Жабаусыңда. Сен бісің? Ханға қастандық жасауға қалай дәтің барды? Мынаның басын алу керек. Алып шығып, басын алыңдар. Құбылай ханзада келіп тұр. Кірсін. Құбылат. Есесіз бе, хан ием? Бергіл, қашан келдің? Апам Қарақорымға қайтқысы келген соң бір керіп келдім. Жақсы. Онда апаң қайда? Апам үлкен ханымға амандасуға кеткен. Ханым, апам қайда? Апаң ба? Уайымдама. Менің қасымда көбірек болсын деп алып қалдым. Уайымдама. Бірге болғандарың жақсы. Көрмегелді көп болды. Кәне, тез шақырыңдар. Иә, күйік, тез бара ғой. Қазір. Кел. Ше отырып сөйлесейік. Иә. Қане, ал қояйық. Ал қояйық. Апа, байқадың ба? Күйіктің түрін күлкін келеді. Иә, күлпараны шешкенде сілейіп қалды. Мұндай тамаша тұзақ құрған ұзын сақалдың айласы көп екен. Жоға, құмарымнан бір шықтым-ау. Қане, сіздерге тағы бір тостақ сұнайын. Баршаңызға рахмет. Бұл өзі қандай жағдай? Бұлай болды. Сол күні 4-ші ханзада хан сарайына барар алдында бір жамандықты сезіп, ұстазы Чылағынға барып ақылдасқан. Ханзаданы қылмыс үстінде ұстау үшін үлкен ханым мені де сол жерге шақырады деп кім ойлаған. Мақсаты мені де куәлікке тарту. Бұл тартпас айғақ алдында бастарыңды аман алып қалу қиын болар еді. Үлкен ханым ханзада Шылағынды іздеп барады деп ойламаса керек. Екеуі олардың арам ойларын біліп, ұзын сақал өз айласын өзіне қолданды. Ал мен болсам, ретін тауып, Баудиді ұстап, ұқсас киім киіндіріп, хан сарайына барып, ханзаданы күттім. Алып жүр! Тоқта! Тоқта! Жендет ұсталды! Алып жүріңдер! Ұзын ырғасы осы. Демек осылай болған екен ғой. Апа, сіз сондағы төрегененің түрін көрмедіңіз ғой. Бұл да болса, үлкен ханымға сабақ болды. Дұрыс айтасың. Біз оны жақынынан айырдық. Кек сақтап, сендерге қысастық жасауы мүмкін. Бауди, залым адам. Біз бұны халық үшін істедік. Дұрыс, халық үшін. Қане, оны қайтеміз. Сіздерге бір тостақ шарап кияйын. Қане, қойшы. Алып қойайық. Қане? Келіңдер. Үлкен ханым, бұлай етпеңіз. Бұрыңыз не? Қойыңыз. Бұлар менің қазынам ғой. Үлкен ханым, сабыр сақтаңыз. Үлкен ханым. Апа, сабыр етіңіз. Бұл қалай болғаны? Бәрі жоспар бойынша еді. Бұлай боларын кім білген? Олар Баудиді өлтіріп, бір қолымнан айырылғандай болдым. Кегімді алмай, көңілім көншімес. Байқадыңдар ма? Хан әкем құбылайларға қатты көңіл бөледі. Енді мұндай орай табу қиын болар. Күндердің күнінде оларды көмусіз қалдырам. Көмусіз.
Хан ием, денсаулығыңыз жақсы емес. Құжатты көп қарауыңызға болмайды. Хан ием, дәріңіз дайын болды. Мен бұны ішпейм. Бар, маған шарап қиып әкел. Қаған, емшіні тыңдауыңыз керек. Шарап ішуіңізге болмайды. Жә, жетер. Нарсын, хан ием шарап сұраса, енді бермеңіз. Мақұл. Хан ием, Сорқақтани ханым келіп тұр. Қаған, Кірсін. Кіре ғой. отырсаңшы. Сіз отырыңыз. Отыра ғой. Отыр. Ханым, жақсы тынық алдың ба? Рахмет. Хан ием дәуреледім. Сіздерге бір бұйымтаймен келіп тұрмын. Рұқсат етсеңіз. Қысылма, айта бер. Құлағым сенде. Хан ием, ініңіз Төлейдің қайтыс болғанына көп болған жоқ. Балалар да Қарақорымнан кетіп қалды. Мен ғой әйел затымын. Туған жерден жырақта жүрмін. Оның үстіне Төлейдің туып өскен жерінен кеткім келмейді. Рұқсат етсеңіз, Қарақорымда қалып, ініңіздің қасында болсам деймін. Бұлай десең мені ренжітесің. Қарақорым мәңгі сенің үйің. Қалам десең де, кетем десең де, өз еркіңді айналайын. Қарақорымда қалсам өте жақсы болды. Балалар да алаңсыз болады. Рахмет сіздерге, ризамын. Сіңілім, қалатының жақсы болды. Бір-бірімізге серік болар едік. Үлкен ханым дәурелейтін болдым. Сіз қамқор болсаңыз, Құбылай қуанатын болды. Абысын-ау, бірге шүйіркелеспегенімізге қанша жыл болды. Енді міне сәті түсті. Оныңыз рас. Төлей мен балаларымның атынан алғыс білдіремін. Құбылай, жастық шағында сыртта жүріп шыныққаны өзіне де пайдалы. Солай емес пе? Балаларға көмек керек болса, айта бер. Қолымнан келгенше аянбаймын. Айта бер. Көмектесеміз. Алғысым шексіз. Мен қайтайын. Апа, шынымен жалғыз қалғыңыз келе ме? Сен әлі түсінбедің бе? Үлкен ханым сендерді оқшауламақшы. Егер менмен бірге болсаң, бізді жайымызға қалдырмайды. Қарақорымда қалсаңыз, қасқырдың апанында қалғанмен бірдей емес. Ең қауіпті жер, ең қауіпсіз жер дегенді білмейсің бе, Құбылай? Мен сияқты жесірді қайтсын. Оның үстіне Қарақорымда халық көп, артық әрекетке бара қоймас. Қорқат. Онда неге жаныңызда қалдырмайсыз? Үлкен ханым үшін менің құным жоқ балам. Ал сен ол үшін азуы жетілмеген бөлтіріксің. Бөрінің төңірегінде жүргенін кім қалайды дейсің? Балам, анаңды қашанға қанжығаңа байлап жүресің. Өз көкжиегіңді ашатын уақыт жетті. Жолыңнан қалма, аман бол. Апа, мен кеттім. Сау болыңыз. Айтпақшы, Хайюн ұстаз есіңде ме? Есімде. Оқыған ғұлама адам. Жыңжауға барарда Нантан ғибадатханасына барып оған жолық. Саған жәрдемдессе, алаңсыз болар едім. Айтқанымды ұмытпа, міндетті түрде жолық балам. Есімде болсын, апа. Бара ғой. Жолда абай бол. Есен болыңыз. Кеттік. Апа, мен сенің тұлпарыңмын. Сахарада арман қуған. Әкешім, күш қуат бер.
дауылдарға төтеп берер. 给我力量，穿越风沙。 Мені осында күтіңдер. Құп болады. Қайын ұстаз. Әулие жар болсын. Төлей ханның қазасына мен кінәлімін. Олай демеңіз. Бәрі Тәңірдің қалауымен. Көмегіңізге алғысымыз шексіз. Апамның ақылымен сізден көмек сұрай келдім. Сіздің ғұлама данышпан екеніңізді жақсы білеміз, Қайын ұстаз. Әулие жар болсын. Ханым асыра бағалапты. Қолымнан келгенше аянбаймын. Сіз туралы көп естігем. Халқым үшін неден бастарымды білмеймін. Егер тәлім тәрбиеңізді көрсем, еліме еңбек сіңіререм, Қайын ұстаз. Ханзада асыра мақтадыңыз-ау. Көріп тұрғаныңдай қартайдым. Үмітіңізден шыға алмағаныма айып етпессің. Ұстаз, асықпай ойланыңыз. Ханзада, мен сияқты қарт манақта не ақыл қалды дейсің? Райыңыздан қайтыңыз. Бірақ уайымдамаңыз. Бұл ғибадатханада керегіңізге жарайтын көмек берер бір адам бар. Ол кім? Зысың Қазірет. Ұстаз. Түрегіл. Ұстаз. Бұл Зысың, Тәңірге шынымен сенесің бе? шәкіртіңіз кінәлі болды. Кінәлаудан аулақпын. Не ойлайтыныңды жақсы түсінем. Тәнің мұнда болғанымен жан дүниең басқада, халықты ойлап мазан кетеді. Солай емес пе? Дәл таптың ба? Ұстаз. Бәрі Тәңірдің қалауы болса да, халықтың мүшкіл жағдайын көріп, солар үшін бірдеңе істесем деймін.
әулие жар болсын. Осылай ойлағаныңа разымын. Халықты азаптан құтқару сауапты іс. Өз қабілетіңді халықтың игілігіне жұмсасаң, ол да ғибадаттың бір түрі. Бүгінгі келген адам төңірекке аты шыққан жас батыр Құбылай. Егер сен оған еріп, халқыңа қызмет қылсаң, арманыңның орындалған емес пе? Қалай ойлайсың? Ол жайлы естігем. Бірақ ол көз ашық көкірек ояу көсем бе? Кім білсін? Оның үстіне ол моңғол ғой. Ол соншалықты маңызды ме? Ең бастысы халқыңа қызмет ету. Моңғол ма, Қытай ма, оған мән берме. Ертең онымен бірге жолға шығасың. Әулие жар болсын. Әулие жар болсын. Сен Засоңсың ба? Дәл таптыңыз. Мен сені мұндай жас деп ойламаппын. Біз Жыңжауға елді көркейтуге барамыз. Өзіңе сенімдімісің? Менің ойымша, оны 4-ші ханзаданың жігері біледі. Мен Құбылаймын. Алдас дейтін шаруамыз көп. Әуреден қашпаспын. Тек әлемде бейбітшілік орнап, арманым орындалса, ғибадатханаға ерте қайтсам деймін. Бірақ ханзада, алдын ала сізді ескертейін. Мені тәнті қылмасаңыз, сізге қызмет етуден бас тартамын. Осыны ескерерсіз. Жер бетінде қаншама данышпан бар. Сенде қаншалықты қабілет бар? Тек өз көзіме ғана сенем. Келістік. Ал, қандай ақылың бар? Ақсүйектігіңіз көрініп тұр. Сіз ешқашан жалғыз өмір сүрмеген шығарсыз. Халықтың басындағы қиындықты білмей, елді қалай көркейтпекпіз. Ақсүйек болу өте оңай, ал бұқара болу мүлде басқа. Ұстаздың ойын түсіндім. Тыңдаңдар. Сендер жүре беріңдер. Бізді Жыңжауда күтіңдер. Қазір екеуміз арттарынан барамыз. Жолда қатер көп. Бір бәлеге тап болсаңыз, қайтеміз. Дұрыс. Сендер бұл кісіні жақсылап қорғауларың керек. Сен Жә. Өз-өзімді қорғай алмасам, көп болғандарыңнан не пайда? Бара беріңдер. қалғанымыз дұрыс. Бұл бұйрық. Қолыңа найза садақ алып, иықтағы басың жерге түссе де, қайтпайтын ер жүрек батырсыңдар. Батыр өлгенмен, рухы мәңгі өлмес. Сіз Чуйянды білет деп ойламаппын. Қалай, жаман емес шығар? Жаман емес. Бұл туралы сен не дейсің?
Елді қорғап, намысты қолдан бермеу. Бұл ер жігітке тән қасиет. Ер азамат елді алаламау керек. Сіз сондайсыз ба? Білмедім. Жақсы. Жақсы. Қара. Мынаны қара. Мынаған қара. Даяшы. Әй. Бұл... Әй. Тағы не керек? Не керек? Тамақ керек? Екі табақ сиыр етін әкел. Неге маған тесіліп қалдың? Бол. Бар. Саған не болды? Байқаймын, сіз жас бала құрлы жоқ екенсіз. Суды өзі құйып ішкенді бала да біледі. Неғып маған қадалып қалдың? Суды да өзіңіз құйғыңыз келмейді. Ел жағдайын білгім келеді дегеніңіз жалған секілді. Бер әкел. Әй, маған бер. Бер деймін. Алыңыз. Алыңыз. Ас болсын. Ұстаз. Әулие жар болсын. Әулие жар болсын. Жуынған қандай рахат. Керемет. Қандай тамаша. Қане ішіңдер. Отырыңдар. Отыр. Отыр деймін. Қорқпа, ештеңе болмайды. Қорқпа. Қозғалма. Қозғалма. Тыңдаңдар. Біразың артқа аулаға, қалғанын қонақ бөлмеге барыңдар. Қане? Барыңдар. Басеке, өткенде келіп едіңдер ғой. Көп сөйлемей кет жары. Қане? Барлығың артқа аулаға жиыңдар. Қане? Артқа аулаға барыңдар. Аулаға барыңдар. Ақшамыз жоқ қой. Бас аяқтан. Кетіңдер. Ақшамыз жоқ деймін. Ақшамыз жоқ. Тез Бас бол. аяғыңды бол тез. Саспа. Кетіңдер. Мына киім тәуір екен. Жуынып болсаңдар, шығыңдар. Шығыңдар. Рахатай. Менің киімімді кім алды? Бұл қай қалжың? Киімім қайда? Киімім қайда деймін? Кім бұл? Мынау кім? Кім өзі? Бұл кім? Бұл киім сенікі ме? Моңғол екенсің ғой. Моңғол болсам қайтеді? Кімсіңдер? Киімімді қайтарыңдар. Кімсіңдер? Тонаушымыз. Әулие жар болсын. Тірі қалғың келсе ақшаның бәрін шығар. Дәл қазір. Тал түсте ел тонағандарың не? Не болды сендерге? Сендер сияқты моңғолдарды тонап, ақшасын халыққа береміз. Орныңды біл. Ұқтың ба мені? Көпе көрнеу тонау? Елде заң бар мөзі? Бұларың не? Жолаушым, сұрағанын бере сал. Бере сал. Сендер қорыққан сайын олар басқа шығады. Мынауың
қайтпайды ғой. Қайтесің, бере сал. Басың кетуің мүмкін. Жап аузыңды. Моңғолдардың бетіне шіркеу келтірдің. Намысшылың өзінің. Соғыңдар. Алға! Соқ деймін. Қазір сазайын береміз. Сұмырай. Аздап өнерің бар екен. Сенікі ме? Менікі. Қане, қарсылас. Ереже бойынша, қарсыласпаса 70% аламыз. Мына адамның қарсыласқаны үшін барлығын алыңдар. Жігіттер, тінтіңдер. Қане? Кәне, Бәрін шығар бәрін. Шығар бәрін. Не бар? Бәрін әкел. Ештеңеміз жоқ. Ештеңе жоқ. Бұны алуға болмайды. Әже, мына киім сізге. Рахмет, рахмет. Рахмет, балам. Барлығы осы ма? Шынымен ештеңе жоқ. Бауырлар, кеттік. Сауап болды. Тастаңдар. Барлық малды айдап кетіңдер. Кеттік, мал айдаймыз. Кеттік. Бәріне сен кінәлісің, сен кінәлісің. Сенсің, сен кінәлісің. Неменеге кірісті десеңші? Сорлаттың бізді. Барымыздан айырылдық. Жолаушым, мына киімді балама берсем деймін. Саған берген екен, енді сенікі. Ала бер. Мына бір киімді ескілеу болса да кие ғой, балам. Рахмет сізге, рахмет. Түгетпейді. Амансыз ба? Киініңіз. Кетейік. Тез. Мұнда қарақшылақ асқынып тұр екен. Үкімет қайда қарап отырсың да? Көзіңізбен көрген соң білдіңіз. Ал көрмесеңіз, бұл өңірдің халқы өмір бойы қарақшылардан зардап шегіп келеді. Сөзіңнің жаны бар. Мұнда жаңа келген сіз де қарақшы барын білдіңіз. Ал үкімет неге білмейді? Меніңше, мұнда бір шикілік бар. Моңғол әскері қаншама қамалдарды алды. Осы азғана қарақшыға әлі келмеді дегенге сенесіз бе? Жарайды. Мына жер жақсы екен. Иә, осында түнейік. Жақсы жер екен. Мұнда? Мұнда жатуға бола ма? Енді қайда жатқыңыз келеді? Әй, сен бүгін жалғыз тоқаш едің. Қарның ашпай ма? Жоқ. Сіздің қарныңыз ашты ма? Ашқан жоқ. Саған қарағанда мықтырақпын. Жақсы. Онда шыдап көріңіз. Сен осы... Ұйықтаңыз. Ханзада, тойдыңыз ба? Жаныма тиме. Өзің тойдың ба? Тойып алдым. Сіз ханзадасыз. Қайыр сұрауға болмайды. Ал мен монахпын. Маған болады. Бәлі. Монах болған қандай жақсы.
Манах болған жақсы. Бірақ мынау ет болса жақсы болар еді. Жемесеңіз өзіме беріңіз. Мен әлі тойғам жоқ. Жоқ. Амалдап жермін. Рахмет. Ханзада, асықпасаңызшы. Біреу қуып келе жатқан жоқ қой. Бұлай жесеңіз ұят емес пе? Асықпаңыз. Міне жөн. Әй, қараш. Әй, тоқтаңдар. Тоқтаңдар, бізді күте тұрыңдар. Тоқтаңдар. Тоқта. Тоқтаңдар. Тоқта. Сендер кімсіңдер? Тамақ керек болса бізде жоқ. Жоқ, біз қайыршы емеспіз. Жыңжауға бара жатқан жолаушы едік. Сіздермен бірге жүрсек, бір-бірімізге қарайласамыз дегендей. Қалай қарайсыздар? Түріңе қарасам қайыршы сияқтысың ғой. Әулие жар болсын. Біз Нантан ғибадатханасынан боламыз. Жинжауға дін тарату үшін бара жатырмыз. Алайда жол алыс. Серігім жолды көтер алмады. Сіздерден көмек сұрағанымыз содан. Көмектесіп жіберіңіздер. Иә, солай. Жол жөнекей біздің де көмегіміз тиіп қалар. Жарайды. Жақсы серік бізге де керек. Арбаға шығып дем алып алыңдар. Жақсы, рахмет. Рахмет. Жыңжыңға барып дін тарату? Дін жолында жүріп артық айтуға бола ма? Біз Нантан ғибадатханасынан келеміз. Мен сізге халық игілік үшін ердім ғой. Ал сіз шаршап жүргіңіз келмеді. Солай емес пе? Жа, жетер. Саған мойын сал болдым. Қараш, бұқара болған жақсы екен ғой. Ерік өзіңде. Жолда көрген білгеніңіздің бәрін ұмытқан екенсіз. Шынымен де жол бойы көрмегенді көрдік. Асықпаңыз. Алда не боларын әлі білмейсіз. Аттан! Дегенің келді. Айттым емес пе? Тыңдаңдар. Қаруларыңды тастаңдар. Әйтпесе, аямаймын. Тастаңдар қаруларыңда. Тастаңдар. Таста қаруыңды. Шығар бәрін. Мұқият тексеріңдер. Қозғалма. Не бар? Әкел. Әкел заттарыңда. Менің заттарым. Әкел дей. Ол. Кәне анда барыңдар. Тез. Болыңдар. Арбадан түс. Тұрыңдар. Жігіттер, кеттік. Алатындарыңды түгел алдыңдар, өтінем. Бірер ат қалдырыңдар. Сыйлағанды білмейтін неме. Әй! Тоқта! Шектен шықпа. Дүниесін алсам адам өлтірмеймін деп едің ғой. Мен естімеген қайдан шыққан ереже. Сазайын беріңдер. Жоғал әрмен. Болыңыз, тез кеттік. Қуыңдар! Қуыңдар! Ұстаңдар! Секір,
Ер азамат басым мен секірмеймін. Секірмесеңіз өлесіз. Тоқта! Олармен мен шайқасуым керек. Жан сақтау маңызды. Тез секіріңіз. Бұлай болсын, сен алдымен секір, мен оларды тоқтата тұрам. Тоқта! Ұстау оны! Ақылыңыздан алжастыңыз ба? Неге секірмейсіз? Мен жүзу білмеймін. Мен көмектесем. Қалай? Есің дұрыс емес. Аха! Сенің есің дұрыс емес. Бір ажалдан құтқардым, алғыс айтуыңыз керек. Басеке, енді не істейміз? Жігіттер, олар тірі қалмас. Кеттік! Кеттік! Бір ажалдан құтқардым, алғыс айтуыңыз керек. А? Сен менің жарты жанымды құтқардың. Қалғаны мына тастардың арқасы. Ішімдегі суды шығарған осылар. Жың жауға жеткен соң, оларды марапаттаймын. Көрде тұр. Өз қолыммен марапаттаймын. Енді тек су жолымен жүреміз. Өзенмен төмен түссек, жың жауға жетеміз. Бірақ бізде қайық жоқ. Қайық? Ей, сен ескек есе аласың ба? Жүзе біледі екем, ескек те салам. Өте жақсы. Әне қайық. Ешкім жоқ екен. Жүр бол. Ұрламақсыз ба? Манақтар ондайға бармайды. Тәңірім қарызға далуға болмайды деген жоқ шығар енді. Жоқ. Бүгін олардың ескі қайығын алып, жың жауға жеткен соң жаңасын берсем болатын шығар. Келістік. Жақсы. Ескегіңдес. Неліктен мен? Сен білесің? Мен білмеймін ғой. Бол. 8-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2014 жыл.